Таңертеңгі шайымды ішіп алғаннан кейін аяңдап мектептің спорт алаңына қарай келе жаттым. Мектептің қасында Жантас ұшыраса кетті. Қолында мөр басылған бір жапырақ жазулы қағазы бар. Соны шертіп қойып, "Қара көже, мынаның не екенін білесің бе?" дейді. "Ол не?" "Лагерге жолдама. Біз лагерге баратын болдық. Ал сен көшедегі иттерді тәртіпке салуға ауылда қалатын болдың." Тілінің қыршаңқылығы үшін Жантасты мытып алғым келіп бір тұрдым да, әуелі жолдама жайын тиянақтамақшы болдым. "Оны саған кім берді?" "Кім беруші еді? Майқанова апай берді, бірақ сен жоқсың тізімде." "Неге жоқпын?" "Жантастан Майқанованың қайда екенін сұрап едім, мектепте" деді. Бұдан былай біреуді келемеждеп сөйлеудің қандай екенін білу үшін Жантасты мұрынға сырт еткізіп бірді шерттім де жүгіре жөнелдім. Сол бойда екпінделген қалпыммен мұғалімдер бөлмесіне алқынып кіріп бардым. Майқанова бірдеңе жазып, жалғыз отыр екен. Маған басын көтеріп алып, таңырқаған кейіппен қарады. "Не болды? Не болды, Қадыров? Лагерге жолдама беріңізші маған." "Саған бұл жолы жолдама берілмейді. Екінші кезекте барасың." "Неге? Неге болушы еді? Барлық оқушыға бірден жетіспейді. Ал екіншіден, ең әуелі біз лагерге үлгілі, тәртіпті оқушыларды жібереміз." "Жантас немене? Менен артық болғаны ма?" Майқанова екі бүйірінен біреу қысып қалғандай еңсесін кілт көтеріп алды. "Сен немене? Мені тергегелі тұрсың ба?" Майқанованың көкшіл көзі шатынай бастады. Оның бір ашуланса шапылдап, жуық арада толас бермейтінін білем. "Бермесеңіз қойыңыз" дедім де, жалт бұрылып есікті бар күшіммен тарс жауып жөнеле бердім. Осындай әділетсіздікке қаның қалай ғана қайнамайды? Жантас біреуді біреуге атыстырып, от тастап жүретін қу, сабақ үстінде сыбырлап сусыңдағыш, өзі тақтаға шыққанда көрінгенге құлақ түргіш Жантас үлгілі оқушы болғаны да, мен үлгісіз болғаным. Менің сабақ үлгеруім одан көш ілгері екені, екпінділігім ешқандай есеп емес. Соңымнан ілесе шықты Майқанова. "Қадыров, бері кел." Мен бұрылып та қарамадым. "Қадыров!" Есіктен жүгіріп шығып кеттім. Турникке сүйеніп жылмия қарап Жантас тұр. Зығырданым одан бетер қайнап кетті. "Немене, жолдама алдың ба?" деп сиқырланып, жолымды тосқауылдай қалыпты. "Алдым" дедім. "Қане көрсетші." Сарт еткізіп танаудан тағы бірді шерттім. "Міне, өмір дегенді ойлап отырсаң қызық нәрсе. Бірі мен бірінің қалайда тұзы жараспайтын, кереғар жаралған адамдар болады. Майқанова екеуміз соның дәл өз секілдіміз. Біздің кикілжіңіміз күзде ол осында мұғалім болып келген бетте-ақ басталды."